Ыстықта ұйықтап қалу оңай емес. Адам төзгісіз. Аптап, ыстық түні бойы бұзылып қана қоймайды. Сен лақтырып, бұрылып, қобалжып, мазасыз көрпеңді лақтырып, қасында ұйықтап жатқан адамның терлеген денесін бұлғап тұрсың. Сірә, сіз сәттілікке орай жел соқпайтын терезені ашуға тырысқан шығарсыз. Көрпенің орнына жеңіл жаймаларды пайдаландыңыз ба? Әлде сізді үрлеп жіберген кондиционерді қостыңыз ба? Жалаңаш ұйықтау бұл жағдайда барудың ең жақсы жолы сияқты. Дәрігерлер не ойлайды? Физиологтардың пікірінше, ыстықта жалаңаш ұйықтау ұсынылмайды. Біз жалаңаш ұйықтаған кезде денеде тер жиналып, төсек үстінде қалады. Ұйқы кезінде дене температурасының төмендейтінін ұмытпаңыз. Температура мен қоршаған ортаның өзгеруіне байланысты сіз суықтан әдеттегіден ерте оянуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, жалаңаш ұйықтау гигиеналық емес. Төсек орынның істің жақын жерлеріне тиюі қауіпті және бактериялардың тез көбеюіне әкелуі мүмкін. Өйткені, күн сайын жаймаларды ауыстыратындар аз. Оның орнына аурудан қорғайтын және ұйқы кезінде жылуды реттеуге көмектесетін жеңіл пижамаларды немесе іш киімдерді таңдаған дұрыс. Сонымен қатар, мамандар ұйықтар алдында жарты сағат бұрын салқын душ қабылдауға кеңес береді. Бұл салқындатуға көмектеседі. Неге ұйықтау керек? Егер сіз әлі де киініп, ұйықтауды шешсеңіз, табиғи матадан, жібектен немесе мақтадан жасалған кең пижаманы таңдаған дұрыс. Мақта бұл сізге ыңғайлы болатын әмбебап мата. Бұл пижамалар әдетте жұмсақ және денеге жағымды. Дегенмен, ұйықтап жатқанда қатты терлейтін адамдар үшін мақта қолдануға болмайды. Ол ылғалдың жақсы өтуіне жол бермейді. Бірақ жібек пижамалар мысықтың денесінде қалмауға көмектеседі. Сонымен қатар, жібек пижамалар өте стильді. Ыстықта пижама кию ең жаман жол сияқты. Бұл шын мәнінде сізге пайда әкелетін және жақсы ұйықтауға көмектесетін нәрсе. Ұйқыға қауіп төндіретін позалар дұрыс емес. Ұйықтау позалары төменгі арқа мен бұлшықеттердің бірқатар проблемаларына әкелуі мүмкін. Бұл туралы Бейжіңдегі Лючун оңалту ауруханасының дәрігері айтты. Бүйірде және іште ұйықтау омыртқа, бел және мойын проблемаларына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, маман жастыққа сүйеніп ұйықтауға кеңес бермеді. Шынында да, бұл қалыпта омыртқа әртүрлі дәрежеде қисықтықта болады. Сондықтан, бұл таңғаларлық емес. Бұл төменгі арқадағы ауырсынуға әкелуі мүмкін, деп хабарлайды Хуанхю басылымы дәрігерге сілтеме жасап. Дәрігердің пікірінше, бүгілген тізенің астына жастық қою керек. Өйткені, бұл қалыпта бұлшықеттер толығымен босаңсуы мүмкін. Бір аяғын бүгіп, бүйірінде ұйықтауды ұнататындар үшін, ол көтерілген қол мен аяқтың астына тірек қоюды ұсынды. Ол тік күйде емес. Маусым айында хабарланғандай, түнде жақсы ұйықтау үшін кешке жылы сүт пен түймедақ шайын ішу керек. Неге ұйқыңыз қанбайды және әжімдердің пайда болуына не себеп болады? Белгілі шындықты қайталайық, дұрыс тамақтанбау, спортпен айналыспау, мінсіз сұлулық күтімі егер сіз дұрыс ұйықтамасаңыз, тиімді болмайды. Біздің өміріміздің сапасы демалу сапасына тікелей байланысты. Сондықтан, егер сіз таңертең ұйықтап қалсаңыз, түнде телефон қоңырауына жауап беру үшін секірсеңіз, немесе тіпті ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, онда көп ұзамай нәтиже сөздің тура мағынасында айқын болады. Маңызды ережелер. Сағат 22-ден 23-ке дейін ұйықтаңыз. Сонымен қатар, сіз өзіңізді белгілі бір сағаттарда сыртқы әлемнен ажыратуға үйретуіңіз керек. Жатын бөлмедегі барлық жарықтандыру құрылғыларын өшіріңіз. Өйткені, денені қалпына келтіру процесіне өте қажет мелатонин тек қараңғыда өндіріледі. Сарапшылардың пікірінше, тіпті әлсіз жарық көзі, мысалы, түнгі шам немесе көрші бөлмедегі шам, біздің денемізді шатастырып, мелатонин өндірісін тоқтатуға мәжбүр етуі мүмкін. Ерте ұйықтауға дайындалыңыз. Таңертең ойлануды қажет ететін барлық нәрселерді кейінге қалдыруды әдетке айналдырыңыз. Кешке, керісінше, жақсы және мәңгілік нәрсе туралы ойланыңыз. 7, 8,
9 сағат ұйықтауға тырысыңыз. Ұйқының қанбауы дене үшін үлкен стресс болып табылады. Дегенмен, болашақта пайдалану үшін ұйықтауда ұсынылмайды. Жеткілікті ұйықтау үшін жатын бөлме тек ұйықтайтын орын болуы керек. Морфиймен кездеспес бұрын экранға ілінуге азғырылмау үшін оны теледидардан босатқан дұрыс болар еді. Сонымен қатар ауа температурасын бақылаңыз. Жылыдан гөрі салқын болғаны жақсы. Ұйықтар алдында бөлмені міндетті түрде желдетіңіз. Матрац анатомиялық болу керек екенін бәріміз білетін сияқтымыз. Бірақ кейде дұрыс жастық туралы ұмытып кетеміз. Дұрыс емес жастықпен толықтырылған матрац тек 80%-ға ғана жұмыс істейді деп есептелсе де. Ұйқының сапасы ұйқы кезінде фазаның дұрыс ауысуы маңызды. Терең ұйқының ұзақтығы. Дәл осы терең ұйқы кезеңінде жүйке жүйесі мен жалпы өнімділік қалпына келеді. Кейде сіз 8 сағат ұйықтайтын сияқтысыз, дұрыс уақытта ұйықтайсыз, бірақ таңертең өзіңізді қатты сезінесіз. Ұйқысыздыққа қарсы кеңестер тыныш ұйықтауға көмектесетін шетелдік дәрігерлердің ұсыныстары. Ұйқысыздық дегеніміз не? Ұйқысыздық бұл мидың тежелу реакциясын бастай алмауы және тез ұйықтап кетуді қамтамасыз ету арқылы денені демалуға дайындай алмауы. Ұйықтау уақытына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Психикалық ыңғайсыздық, депрессия, мазасыздық, өзекті мәселелер. Биологиялық факторлар, уақыт белдеуінің өзгеруі, шулы орта, жарық. Дұрыс тамақтанбау. Майлы және ауыр тағамдар, темекі, алкоголь, кофеинді сусындар. Физикалық факторлар. Ыңғайсыз төсек, ыстық немесе суық, бұлшықет ауруы, бас ауруы және бас айналу. Дүрбелең шабуылдары мен мазасыздық, жүрек қан тамырлары аурулары, қант диабеті, метаболизмнің баяулауы және салмақ қосу. Ертерек ұйықтаңыз. Егер сіз түн ортасынан кейін ұйықтауға дағдыланған болсаңыз да, бұл режим сіздің денеңізге пайдалы және қолайлы дегенді білдірмейді. Түнгі 12-ге дейін төсекке жатуға дағдыланыңыз. Дененің жаңа режимге бейімделуі және басы жастыққа тиген бойда ұйықтап кетуі үшін сізге шамамен 3-4 апта қажет болады. Бұл жерде ең бастысы жүйеліліктің жүйелілігі, сонда бәрі ойдағыдай болады. Гаджеттерден бас тартыңыз. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын ұялы телефонды қойып, теледидарды өшіруді әдетке айналдырыңыз. Ғалымдар экрандар шығаратын көк түс мидың тез ұйықтап кетуі үшін маңызды мелатонин гормонының бөлінуін азайтатынын дәлелдеді. Бұл уақытты қолыңызда кітаппен өткізген дұрыс, пайдасы көп болады. Күн астында көбірек уақыт өткізіңіз. Күн сәулесі сізді оятып, күннің қай мезгілі екенін түсінуге мәжбүр етеді. Ол дене сағатын қосады. Бұл түнде қажет болған кезде мелатониннің көбірек бөлінуіне әкеледі. Кофеиннен сақ болыңыз. Кофеиннің айтарлықтай әсері 10-20 минуттан кейін басталып, 3 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Кофеиннің жартылай шығарылу кезеңі деп аталатын нәрсе бар. Ол тіпті 6 немесе одан да көп сағаттан кейін қан ағымыңызға әсерін арттыруы мүмкін. Сондықтан кешкі сағат 4-те, 5-те кофе ішіп, 11-де ұйықтасаңыз, ұйқысыздықтың себебі сөзбе-сөз алақаныңызда. Шөптен жасалған шай ішіңіз. Түймедақ, валериан тамыры, сент, джон сусыласы немесе лимон балзамынан жасалған шай. Бұл сіздің әл ауқатыңызға пайдалы әсер етіп қана қоймай, жүйке белсенділігін тыныштандыратын тамаша сусын.